Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Видео басталмастан бұрын арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бүгін тауықтарымыздың жем-шуын беріп жатырмыз. Және де біздің қорамызға, біздің мини фермаға осындай башкирский үйректер келді. 2 аналық, 1 аталық. Бағасын беріп жіберіңіздер. Бұлар әлі жас. Жұмыртқаны көктемде туады, бұлар әлі балапан. Мына индеуіткілер жұмыртқа туып жатса, олар әлі балапан. Енді мына индеуіткінің төртеудің, біреуін аталық индеуіткіге ауыстыру керек. Сосын айтпақшы, бұлардың қанатын кесу керек па, или кеспей жүре берсе бола ма? Сол туралы комментарий жазып кетіңіздер. Потому что менде біреуінің қанаты кесілген. Сосын екеуінің қанаты кесілген, екеуінің қанаты кесілмеген. И сосын ана үйректердің қанаты кесілмеген, олардың қанатын кесіп дейін ба? Сол туралы комментарий жазып кетіңіздер. Қазір бүгін бізде жаңбыр жауып, түрімен жаңбыр анау-мынау шылқып жатыр жер дейді, бірақ кішкене шөпке жайылсын деп шығарып жібердім. Өйткені қазір біздер қораның ішін тазалаймыз. Уже қораның ішін бір апта тазаланған жоқ, уже полный тұр ғой. Ана қонақтайтындардың астары, мына іші шашылып жатыр. Қазір бәрін реттейміз, мына ішін бәрін. Мына мотордың бетін қайтадан жабамыз. Ана машина қызбай қалды, И оны қыздырдық, соналары запчастьлерін салып, ауыстырып қарап. Мен скоростьқа кетіп қалды. Сонымен, қазір соны қараймыз, сосын мына ішін тазалап қайтып. Сіздерге тағы да бір видео түсіретін боламын. Все, достар, видеоға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видео міндетті түрде шығатын болады. Мына қырқылдап жүр. Кеше жақында келген домашний тауықтар осы. 2 апта болып қалды ма, уже 1 апта стресстен өтті, жүндері түледі. Енді бұлар жұмыртқаға кірер үшін, бұларға енді басында кеше айттым, бір витаминдер беріп жібердім. Енді түлеп болғаннан кейін жұмыртқаға тез кірсін деп. Енді бұлар қырқылдап бастап кетті уже. Енді Алла қосса 1-2 күндікте бұлар уже жұмыртқаға кіру мүмкін. Өйткені витаминдерін беріп жатырмыз. Сіздерге де сондай витамин керек болса, мына түлеп болғаннан кейін жұмыртқа тумай жатса, барлығын комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеоларда солар туралы міндетті түрде айтатын боламын.